мұсылмандардың имамдарының екінші түрі кімдер? Солар патшалар. Олардың да ақысы бар мойнымызда. Олардың хауариждер сияқты жақсылығын жасырып, жамандығын асыру деген болмайды. Жақсылығы болса елдерге жеткізу керек. Жамандығы болатын болса, сол жамандықтарын таратып, елдердің жүректерін патшаларға қарсы қылуға істету бол арам, мүмкін емес. Қана ана жерде не істепті? Мына жерде бүйтіпті. Анау бүйтіп жатыр екен. Кеше бауырларға айтқан едім, яғни бүткіл Назарбаевтың семьясының банктағы счеттарын біле деген адамдар. Сен не жұмысың бар оның банкта? Есептегенмен саған 10% беретін беді ол. Солай ма жоқ па? Ол бар нәрсе. Наби саллаллаху алейхи ва саллям 1400 жыл бұрын айтып қойған патшаларда осындай бір кемшілік болады. Олар өздерінің ақстарын алады да сенің ақыңды бермейді. Бұл жаңалық емес бізге мысалы. Ислам үмбетіне, ахлус суннаға бұл жаңалық емес. Бұл осы уақыт, сол уақытта айтып қойған. Оның шешімін де айтып қойған. Яғни кеше бауырларға айтып жатыр едік. Яғни ансарлар, кімдер білесіңдер ғой ансарлар? Неше реттен айтылған олардың қасиеті. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер хижрат болмағанында мен ансарлардың бірі болған болатын едім. Яғни ерекше қасиет болғандықтан, олардың ерекше адам болғандықтан. Бірақ айтады, сендер менен кейін осындай бір жамандыққа жолығасыңдар деп отыр. Қандай осындай қасиетті адамдар жамандыққа жолыға деген. Ол не жамандық? Атала дейді. Атала дегені, яғни кейінгі патшалар, ислам, мұсылман болған патшалар не қылады деп отыр? Ансарларға ақысын бермейді. Ансарларға не? Ақысын бермейді да өздерінің ақтарын талап етеді. Кімдер олар? Ансарлар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям солардың бірі болғысы келген армандаған адам. Солардың ақысын кімдер бермейді деген? Кейбір зұлымдықта болған патшалар бермейді деген. О Бану Умайядан кейбіреулері. Ансарлар Наби саллаллаху алейхи ва саллямның дінін көтерді. Наби саллаллаху алейхи ва саллямның өкімін орындады. Және жемісті алатын уақытта ансарлар одан не? Махрұм. Егесін, оны өндіресін, суарасын, үлкейтесін да, жеміс піскен уақытта саған болмайды бұл. Бұл біздікі деп шығап тұрады. Солай ма жоқ па? Сен не істеуің керек? Ананы ұру керек сосын. Тартып алу керек. Жоқ, олай емес. Наби саллаллаху алейхи ва саллям ансарларға сөйтіңдер деген жоқ. Не ол біздің ақымыз? Біз істедік қой бұндай нәрсені. Сендер қаяқтан келіп қалдыңдар деген сөзді айтуды айтпады. Бәлкім сендер сол патшалар жағына не істеуді айтты? Сабыр қылыңдар. Қашанға шейін? Маған хаутта, қияметте жолыққанға шейін. Яғни сабыр қылып қайтып болып кетіңдер жерден. Жерден көшкенше, қияметке маған жолыққанша не қылыңдар деп отыр? Сабыр қылыңдар. Шешімі бар ма екен бұны, жоқ па? Бар. Бұл кімге айтып тұр? Наби саллаллаху алейхи ва саллямға ең сүйікті болған адамдар, ансарларға айтылып тұр болған кім еді? Маған, саған емес, біз ешкім тұратын адам емеспіз олардың алдында. Ұры сияқты біреулеріміз негізінде олардың алдында. Негізінде де. Сол адамдарға Наби саллаллаху алейхи ва саллям сабыр қылыңдар деп отыр. Ақтарын талап етіп жүрмеңдер. Сабыр қылыңдар. Сендер мойындарыңды, ақтарыңды орындаңдар да, өздеріңді ақтарыңды кімден сұраңдар? Аллахтан. Есептесіп жүремін деп ойламаңдар ол патшалардың. Себебі бір жағын есебін орындаймын десең, екінші жақтан зұлым шыға береді. Бәлкім патшалардың ақысы насихат бабында оларға жақсы сөзді айту. Олардың айыптарын жасыру. Айыптарын айту арқылы адамдардың көңілін оларға қарсы қылмау. Себебі елдер қанша патшаларын жақсы көрсе, сонша оларды құрметтейді. Патша соменен елін оны жақсы көріп жатқанын көріп, оларға мейірімділік қылады, азғантай болса да. 3-4 тамызып қойса саған жетеді негізінде. Солай ма жоқ па? 3-4 тамшы тамызып қойса, өзі жеп жатқанынан бүткіл халыққа жетеді ол. Сабыр қыл соменен. Дінің сәлемет өтсін. Хауариждерден болып
тозақтың иттерінен болып өліп кетпе тағы. Үндемей жүруде болмайды бірақ. Қолынан келсе насихат қыл. Түсінікті ме жоқ па? Қолынан келмесе, демек сен одан құтылған адам екенсің. Не қыласың сен Аллах уәжіп қылмаған нәрсені мойнына алып алып. Мысалы, біреулер өзіне жүкті жүктейді. Анадан үйтеді, бүйтеді де 100 мыңдаған қарызға кіріп, қажға келеді. Қажы дұрыс. Бірақ Аллах саған уәжіп қылмады ғой. Солай ма жоқ? Аллах уәжіп қылмаған нәрсені не қыласың өзіңе жүктеп алып оны? Сен егер патшаға насихат қылуға жолың болса, не сен патшаға кіре аласың, немесе патшаға кіретін адамдарға кіре аласың. Өзіңнің районыңның әкімі бар, облысыңның әкімі бар. Олардың бәрі патшаның кісілері ғой, солай ма жоқ па? Соларға еліңде болып тұрған кемшілікті жөндеу үшін ықылас насихатпенен жақсы сөз айтып кіруге жағдайың болса кір. Әрбір адамда үлкен патшаға жете алмайды. Елбасыға, бірақ елбасының жұмыскерлері бар әрбір жерде. Соларға кіруге жағдайың болса, жақсы мінезбенен, дұрыс сөзбенен кіріп, жұмсақтықпенен шариғатқа сай келетін ісіңді айтты, қабылдаса, алхамдулилля, қабылдамаса, үндемей шыққаннан кейін қарның ісіп жүрмесін сосын. Түсінікті ме жоқ па? Қарның іскенін білесіңдер ме жоқ па? Адам шыққанда бір нәрсені істеп қойса, айтпаса болмай жүреді осы. Анаған кірген едім, үйтті, жақсы ойын мен қабылдадым, негізінде дұрыс екен деп айтты. Мына өзгерістер негізінде мен себепті ғой негізінде деп тұрады. Егер қабылдамаса, ол арамы бол. Сөз алмайды. Ол Аллахтың дінін ойламайтын бол. Ол зиндиқ бол негізінде бол. Аллахтың сөзінен бет бұрған адам кім болады? Ол кәпір болады негізінде. Қабылдаса жақсы, өзін мақтайды. Қабылдамаса анан жамандайды. Ол насихаттан емес, бол. Насихат ақысын орындайсың ананың. Қабылдаса да, қабылдамаса да сен не қылдың? Ақынды орындадың ба? Болды. Ар жағымен сенің жұмысың болмасын.